карта және дала скилс халықтық дәстүрлер мен дағдыларды сақтауға бағытталған жарыстар бойынша біз Маңғыстау облысының білім басқармасы тәжірибе алмасуды енгізіп отыр. Жалпы семинар практикумның негізгі міндеті өңірлер бойынша білім басқармалары мен әдістемелік кабинеттер мен мектепке дейінгі тәрбие, қосымша білім беру ұйымдары мен техникалық және кәсіптік білім саласындағы озық жобалар бойынша өзара тәжірибе алмасу және ұйымдастыру болып табылады. Бүгінгі күнге жоспарлаған болатынбыз. Қазіргі таңда бізге онлайннан бөлек тікелей Күзембаева Жанна Серікқызы, Қостанай облысы, Рудный қаласы, нөмірі 15-ші балабақша меңгерушісі арнайы келіп қатысып отыр. Ол кісімен де жалпы біздің осы уақытқа дейінгі жинақтаған негізгі тәжірибелер бойынша бұл чемпионаттарды қалай ұйымдастырдық, қалай бастадық, қандай құжаттарды қолдандық. Бүгін сіздерге осы бағытта онлайн мүмкіндігінше көрсететін боламыз. Әріптестер, микрофондарыңызды өшіріп қою сұралады. Семинарға облыстардың Астана, Алматы, Шымкент қалаларының білім басқармалары, әдістемелік кабинеттің өкілдері, техникалық және кәсіптік білім беру, мектепке дейінгі білім беру, жалпы қосымша білім беру ұйымдарының басшылары, басшының орынбасарлары, әдіскерлер және педагогтар қатысып отыр. Жалпы WorldSkills қозғалысы отандық өнеркәсіптің инновациялық және жоғары технологиялық салалар үшін жоғары сұранысқа ие білікті жұмысшы кадрларды даярлау бойынша өзекті міндеттерді шешуге өз үлесін қосып келеді. WorldSkills чемпионаты қазіргі таңда техникалық және кәсіптік білім саласында өздеріңізге белгілі негізгі басты көрсеткіштердің бірі. Жалпы Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің 22 жылғы 17 тамыздағы жалпы білім беру бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурсының орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстарының және спорттық жарыстардың тізбесін бекіту туралы 371 бұйрығының негізінде республикалық кәсіби шеберлік конкурстары, WorldSkills Қазақстан өңірлік чемпионаты, WorldSkills корпоративтік чемпионат, WorldSkills Қазақстан республикалық чемпионат аясында Маңғыстау облысының білім басқармасы 2017 жылдан бастап WorldSkills қозғалысының құрамдас бөлігі ретінде WorldSkills енгізіп бастаған жобамыз болатын. BestSkills, BBSkills, Дала Skills, Skills Camp, сарапшы мен бір күн, WorldSkills Ақтау өңірлік құрамасымен көрме жасап жобаларын жүзеге асырған болатынбыз. Біз бұлардың барлығын ерте бастан бастадық. Атап айтатын болсақ, 2017 жылы Маңғыстау облысында алғаш рет WorldSkills қозғалысының құрамдас бөлігі болады. Бөлігі ретінде облыстардың арасында тәжірибе алмасу мақсатында аймақаралық WorldSkills жобасын бастадық. Бұл чемпионатқа ең алғашқы жылы ұйымдастырғанда 5 облыстан Ақтөбе облысы, Батыс Қазақстан облысы, Жамбыл облысы және Атырау облыстарынан 80 студент қатысты. Жалпы WorldSkills кәсіби чемпионатын өткізу бағытында біз эстафетаны Ақтөбе облысына берген болатынбыз. Өкінішке орай ол ары қарай жалғасын таппай қалды. 2018 жылы Маңғыстау облысында WorldSkills International халықаралық қозғалысы стандарттарын техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру жүйесіне енгізу тәжірибесі тақырыбында республикалық семинар практикум өткіздік. Практикумның барысында біз ресейлік әріптестерімізді семинарға тәжірибе алмасу бағытында шақырттық. Алғаш рет осы Junior Skills жас кәсіпқойлар чемпионатын, сонымен қатар Ресей мемлекетінде Kids Skills деп аталады. Біз осы BBSkills'ты алғаш рет сол әріптестерімізбен тәжірибе алмасу арқылы келіп, осы бағыттар қалай жүргізіледі, чемпионаттарды қалай ұйымдастыруға болады деген бойынша нормативтік әдістемелік сүйемелдеу жұмыстарын көрсетіп, бізбен тәжірибе алмасқан болатын. 2018 жылдан бастап Маңғыстау облысында WorldSkills стандарттарына сәйкес демонстрациялық емтихандар
қозғалысының құрамдас бөліктері base skills, baby skills, junior skills чемпионаттарын өткізу қарқынды дамып келеді. Бүгін міне біз осы чемпионаттың бір бөлігін сізбен тәжірибе алмасып отырмыз. 2018 жылы республика бойынша алғаш рет Маңғыстау облысында Ворскел стандарттарына сәйкес кәсіби шеберлік, компьютер, бейбіт skills өндірістік оқыту шеберлері мен арнайы пән оқушыларының үздік дағдыларын анықтау, қолдау көрсету, тарату, жұмысшы мамандығының танымдылығын және қоғамдағы беделін арттыру мақсатында 9 құзыреттер бойынша 62 педагогтың қатысуымен өткізілді. Енді өздеріңізге белгілі, бізде 2019-2020 жылдары барлық еліміз бойынша пандемия жағдайы болғандықтан 19-20 жылдар онлайн өткізілді. 21 жылдан бастап техникалық кәсіптік орта білім беру ұйымдары педагогтар арасында салалар бойынша кәсіби шеберліктің республикалық конкурсы облыстық кезеңін өткізу ретінде бұл ары қарай жалғасын тапты. 21 жылдан бастап Маңғыстау облысында алғаш рет республика бойынша BB Skills Hub сарапшының бір күн WorldSkills ақтау құрамдас бөлігі ретінде көрме жасадық. Алғаш біз өзіміз проектіні облыс көлемінде бастадық. Бұл да өзінің нәтижесін берді. Жалпы көрме жаса жобасы бойынша мектеп оқушылары колледждерге келіп, өзінің жеке жобаларын ұсынып көрсетіп, сарапшылармен бірге отырып, жұмыс жасап үйрену арқылы жасалған жоба болатын. Енді BB Skills жобасы бойынша тәжірибе бөлісуге Маңғыстау облысының WorldSkills қозғалысы бойынша техникалық директорының ассистенті, жобаны үйлестіруші Жантикеева Қадира Қадырбекқызы болатын. Оның күні кеше анасының өмірден озуына байланысты бүгін күні осы барлық дайындалған республикалық семинар практикаға қатыса алмай отыр. Бізде бағдарлама бойынша жалпы 2 секцияға бөлдік. Бұл 2 секцияда бірінші сізге нормативтік құжаттармен таныстыру, жалпы біз қалай бастадық, қандай нәтижеге келдік. Әріптестер кешірім өтінеміз, өздеріңіз білесіздер, техникалық ақаулар болып тұрған сияқты. Менің даусым естіліп тұр ғой, да? Жалпы біз 2 секцияға бөлдік. Бұл негізгі бірінші секция бойынша сіздерге бұл жобаны қалай бастадық, қалай жүргіздік, және бұған қандай нормативтік құжаттарға сүйендік, және техникалық кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында бастау алған бұл жоба ары қарай мектеп деңгейінде қосымша білім беру бойынша оқушы орталығында қалай жүзеге асырылды, және сонымен қатар біздің балабақшаларымызда, бөбекжайларымызда қалай жүргізіп жатыр, осының барлығын бірінші секцияда өтетін боламыз. Және екінші секцияда біз осылардың жүргізуі бойынша әдейі сіздер үшін бүгін онлайн болғандықтан бейне трейлерға түсірген болатынбыз. Сол бейне трейлері арқылы қалай өтті, қалай жүзеге асырылды, оны көре алатын боласыздар. Енді қазір бізде бағдарлама бойынша жаңа айтып кеттім. Осы жобаны үйлестіруші Қадира Қадырбекқызының бүгін қатыса алмауына байланысты BB Skills жобасы бойынша толық презентация және чемпионаттың нормативтік құжаттары бойынша сарапшы Маңғыстау өнер колледжінің орынбасары Сыдықова Гүлшат Дәуренқызы болып сізбен таныстырып өтеді. Сәлеметсіздер ме, құрметті бүгінгі семинар практикумға қатысушылар. Жаңа Жания онлайнда сізге таныстырып кеткен болатын. Жалпы бұл жобаның үйлестірушісі Қадира Қадырбекқызы, ал мен осы бүгінгі сіздерге жалпы Маңғыстау облысы көлемінде BB Skills жобасы қалай басталды, және де қанша мекемелер қамтылған туралы, және де қандай құжаттама негізінде жұмыс атқарғандығы туралы сіздерге мәлімет беретін боламын. Аты жөнім Сіздекова Гүлшат Абиденқызы. Сонымен ең бірінші BB Skills жобасының мақсаты, міндеті неде? Мақсаты
ең алдымен ерте жастан бастап кәсіптік бағдар беру. Және де оның қысқа мерзімді жобасы сол Baby Skills жобасы арқылы мамандыққа баулу, олардың іс тәжірибесін қарату, халықаралық стандарттарға сәйкес мамандыққа деген қызығушылықтарын ояту болатын. Жобаны іске асырудың нәтижесінде ең алдымен баланың жеке басына терең құрметтеу негізінде және де жеке дамуының ерекшеліктерін ескеру, тәжірибе саласында, яғни тәжірибе барысында мына мамандықтың қандай мамандықтар бар екендігін мына балабақша қабырғасынан бастап мына оқу орындарының негізінде түсіндіру жобасы жүзеге асырылатын болады. Келесі бұл жобаның ең негізгі міндеті бұл ересектердің еңбегіне және оның нәтижесіне ұқыпты қарауға, бұны біз баланы ерте жастан бастап үйретуге міндеттіміз. Ең алдымен бастапқы кезде 2021 жылы бұл жоба ең алдымен бастауында 13 мекеме, яғни бөбекжайлар бастаған болатын. Соның ішінде 60-қа тарта қатысушылар қатысқан болатын, кішкентай бүлдіршіндеріміз. Ең алдымен осы жобаның нәтижесінде қызығушылықтар оянды. Бірақ уақыт келе бұл қатысушылардың, яғни бөбекжайлардың саны арта түсті. Неге не себепті? Қызығушылықтары оянды. Мамандыққа деген сүйіспеншілікті оятудың бірден-бір себебі осы болды. Енді бұл жобаның ең бірінші жаңа айтып кеттік мақсаты не екенін, бұл кім болғым келеді деген сұрақтардың жауабын алу үшін негіздеме болып танылады. Бұл жобаның ең бірінші үйлестіруші, білесіздер, Маңғыстау облысы бойынша техникалық делегат Миршат Айденович Измухамедов болып табылады, ал үйлестіруші Жантикеева Қабира Қадырбекқызы. Және де осы 2022-23 оқу жылында оқушы орталығы қосылып, қазіргі таңда Алмагүл Каримовна, яғни Карим қызы техникалық үйлестіруші, яғни бұл орталықтың, оқушы орталығының оқу ісі жөніндегі басшының орынбасары. Ал енді бұл жобаға тағы кімдер қатыса алады деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл жерде бас сарапшылар, яғни сарапшылардың көмекшілері, компатриоттар болып саналады. Әрине бұлар кімдер? Жетекшілер. Бұнымен қоса ата-аналар да өзінің қызығушылықтарын оятып, қазіргі таңда сол ата-аналардың да тарапынан ұсыныстар түсіп жатқаны еркі бар. Және де бұл жерде колледждің студенттері, яғни білім алушылары, бұл волонтер, яғни еріктілер де қосылып жұмыс атқарды. Осы жобаның ең нақтысы айтатын болсақ, өте керемет жобалардың іске жүзеге асырылды. Сонда ең бірінші туындаған мәселе қандай? Туындаған мәселе бұл жерде тәжірибе алмасу мақсатында ең алдымен бұл Baby Skills жобасы негізінде ең алдымен қызығушылықтардың ояту үшін құзыреттіліктің саны аз болды. Бастапқы кезде 2 құзыреттілік болатын болса, қазіргі таңда өздеріңіз экранда көріп отқандағындай 7 құзыреттілік, 42 қатысушы жаңағы артып келеді саны. Ал енді біз жобаны жүзеге асыру барысында 25 жылға дейін санын 40, қатысушылардың санын 241 жасаймыз деген өзіміздің жаңағы болжамымыз бар. Енді ең бірінші туындаған қандай мәселелер? Енді бұл құжаттамалық негізінде келетін болса. Бірінші, жоба туралы ақпараттың тәрбиешілер, жаңағы үйлестірушілер, ата-аналар, мұғалімдердің білмеуі бірінші бізге кедергі болды. Бірақ бұл кедергіге біз қараған жоқпыз. Сол кедергіні жою үшін сол колледждердің қабырғасында өткізу, танысу семинарлар өткізілді, үздіксіз. Келесі екі жақ жоспарлар құрылды. Яғни мекеме және де жаңағы балабақша арасында. Үшіншісі тәрбиешілер мен сарапшылардың арасында оқыту семинарлары және де сол колледж қабырғаларына, мысалы бізде алатын болсақ, жас маман жобасы негізінде жасақталған колледждер бізде 10 Маңғыстау облысы бойынша, сол ұйымдарға саяхат жасау арқылы өздерінің қолдарымен сол баланың жасайтын дүниелерінің барлығын тәрбиешілер өздері істеп көрді. Өздері сол жобадан өтіп көрді. Енді қарайтын болсаңыздар, алғашқы құжаттың бірі бұл жаңа айтып кеттім келісім шарт. Келісім шартта толық жасалған, яғни қай жоба арқылы қатысамыз, қандай құзыреттіліктен қатысатын боламыз, және де міндеттер мен мақсаттары, біз тек қана мен қазір барам, ертең барам деген болмайды, арнайы уақыт белгіленді. Сол белгіленген уақытқа сәйкес өз уақытында бару, өз уақытында кіру, шығу деген сияқты кедергілерге жаңағы бел будырмау үшін сол мекеме басшысымен, яғни бұл бөбекжайлармен, мектеп басшыларымен, колледж басшыларының арасында келісім шарт жасалды. Келісім шарт жасалғаннан кейін, әрине ең бірінші осы жобаға қатысу үшін сұраныстар жинақтағанбыз. Сұраныста міндетті түрде сол қатысушының аты жөні, оның туылған жылы, айы, күні, жеке сәйкестендіру номері, құзыреттіліктің атауы және де тәрбиеші, яғни бұл компатриот дейміз, компатриоттың аты жөні мен ұялы байланыс телефондары түгел нақты жұмыс жасайтын ақпараттары берілуі тиіс. Сол берілген ақпараттардың барлығы түгел енгізілгеннен кейін біз міндетті түрде оны сол мекеме басшысы арқылы бекітілген, яғни мөр басылған түрін қабылдап аламыз. Қабылдап алған соң
екі жақты келісім шарт негізінде енді жоспар құрылады. Жоспарда яғни сол бастапқы кезде біз қаңтар айында бұл жоспар құрылады да, бұл жоба 3 ай жүргізіледі. Бірінші кезең ақпан айында аспаптық жоба болады. Аспаптық жоба яғни бұл жобаның ішінде ең алдымен балаларды таңдау мақсатында барлық сол тәрбиешілермен жұмыс атқарылады. Жұмыс атқарылғаннан кейін соның ішінде екінші келесі айда орындаушылық аспабы бар. Орындаушылық аспабында бір құзыреттілік бойынша 6 қатысушы қатысуға міндетті. Сол 6 қатысушы, яғни соның ішінен іріктеліп алынады, яғни бір айдың көлемінің ішінде жасақталған жұмыс нәтижесінде іріктеліп алғаннан кейін сол балалармен ары қарата жұмыс жасалады. Ол қандай жұмыстар? Бұл сол мына мекемемен арасы жасақталған келісімшарт негізінде әлеуметтік серіктестік мекемелердің аумағына, яғни саяхатқа бару, бірнеше рет колледж қабырғасына алып келіп шебер сыныптар өткізу, яғни еңбек қауіпсіздігін орындау мақсатында жаңағы хаттамалар толтыру арқылы келесі жоба, бұл айтатын болса, келесі айы бұл сәуір айында болады. Сәуір айында қорытынды жасалады. Қорытынды чемпионат мерекелік іс-шара ретінде қандай да бір сол жылға байланысты атаулы, айтамыз ғой, атаулы мерекеге байланысты жүзеге асырылатын жобаның қорытындысын жасақтаймыз. Жобаның нәтижесінде ең бірінші инфрақұрылымдық құжат толтырылады. Яғни сол құзыреттілікке қандай құжаттар немесе қандай құрал-саймандар қажет. Сол құрал-саймандардың барлығын түгел колледж басшысымен бірге біріктіріліп, өндіріс шеберлері қамтамасыз етеді. Тек қана тәрбиешілер және де балабақша мекемесінің басшылары тек қана бізді балалармен қамтамасыз етеді, тәрбиешілермен. Ал қалған жабдықтың барлығын түгел колледж қамтамасыз етеді. Осының нәтижесінде өте керемет үлкен жұмыс атқарылды. Қарап отырған болсаңыздар, мінекей жаңа аталып өткен сияқты алғашқы жемісін берді. Алғашқы жемісінің бір жаңа айтып кетті, ол семинар өткізді. Семинар нәтижесінде мына тәрбиешілер өзінің жаңағы бала түріндегі кейпін көрді. Яғни олардың қолымен ұстап көрді, жасап көрді. Өйткені олар сарапшы ретінде өздерін бағалау үшін бірінші сол әдісті өздері білу керек. Және де бұл жерде бағалау кезінде білесіздер барлықтарыңыз халықаралық CIS бағдарламасы бар, бағалау жүйесі. Ол туралы да біз қысқаша ақпарат беріп отырдық. Не себепті, неліктен, қандай баға алу керек екендігін, талаптарын. Соның мінекей жаңа айтып кеттік. Бірінші модулі түсінік жұмыстарын жүргізу модулі болды. Екінші құралдар жабдықтармен жаңағы жабдықтау, оны міндетті түрде техникалық қауіпсіздік ережені ұстануға міндеттіміз түсінікті жұмыс жүргізу үшін. Үшіншісі мінекей арнайы тақырып бойынша жаңа айтып кеттік. Бұның барлығы әлеуметтік желіге салынады. Әлеуметтік желіге салыну үшін міндетті түрде арнайы ата-аналарынан рұқсат алынады. Рұқсат болмайтын болса, біз ешқандай ақпаратты беруге құқығымыз жоқ. Сонымен қатар басшының да келісімі болуы тиіс. Мінекей енді қарайтын болсаңыздар, бұл міндетті түрде марапаттау жүзеге асырылады. Яғни білесіздер, мотивация деген нәрсе бар. Мотивацияның арқасында балалардың қызығушылығы оянды. Осының нәтижесінде егер бастапқыда 21 жылы 2 құзыреттілік болатын болса, қазіргі таңда құзыреттіліктің саны күн санап артып отыр. Өйткені білесіздер, балаға сен жарайсың, сен кереметтің дейтін болсақ, бұл жерде бірінші, екінші, үшінші орын деген жоқ. Барлығы үздік маман атанады. Үздік маманның яғни медальонын береміз, және де марапаттарын, және де қай құзыреттілік облысқа баратын болса, облыс көлемінде ақшалай сыйақы көлемінде марапаттаулар болды. Ал кейбір колледждердің өздері сол марапаттаумен қоса әлеуметтік серіктестіктердің көмегі арқылы, яғни спонсорство дейміз ғой, демеушілік арқылы бұларды сайрақтарға, саяхаттарға, тематикалық парктерге жаңағы жолдама беріп отырды. Бұл да қызығушылығын арттырудың бірден-бір себебі. Ата-аналар тарапынан өте керемет жаңағы ұсыныстар түсіп жатыр, өте жақсы деген. Бірақ енді біздің, яғни өзіміздің ұсынысымыз келесідей. Әдістемелік орталық, яғни сарапшылардың мүмкіндігі болғанша жүйелі түрде семинар өткізіп тұрса екен. Келесі мына оқушы орталығымен бірге, яғни өңір бойынша оқушы орталықтарымен үздіксіз байланыста отырып, аптасына бір немесе бірнеше рет сол мамандықтар бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу арқылы ата-аналар бізге жаңағы мүмкіндік берсе екен жұмыс жасауға. Келесі мына жүйелі түрде баланың қай бағытқа икемі бар екендігін ата-аналар бізбен бірге қосыла отырып жасаса нұр үстіне нұр болар еді. Құрметті семинарға қатысушылар, егер сұрақтарыңыз бар болса, тыңдауға дайынмын. Осымен менің баяндамам аяқталды. Рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңызды біз пікір алмасуға, сосын жарыс сөзге уақыт қалдырып, сұрақтарыңыз болса жазып отырып, осы чатқа беріп отырсаңыздар болады. Және сонымен қатар баяндамашылармен видео-трейдерлар аяқталғаннан кейін сұрақтарыңызды беруге қалай қарайсыздар. Егер рұқсат етсеңіздер, біз онда ары қарай жалғастыра берейік.
Жалпы жаңа айтып кеттік, бізде осы жобалар басталған кезде ВОЗ стандарттарында қалай жүреді, дәл сол нәрсені біз толық сақтадық. Сервиске бағалау жүйесін енгізу, маршрутный лист бетшелерін қалай жасақтау керек, қалай жүргізу, соның барлығы сол нормативтік құжаттарда толық сақталды. Қазір енді 3 жыл қатарынан осы жобаға қатысып келе жатқан Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің нөмірі 46-шы Балбұлақ бөбекжайының әдіскері Қобыланова Алима Реджепқызы Елеспел жобасына мектепке дейінгі тәрбие беру ұйымдарындағы іс тәжірибесімен сіздермен бөлісетін болады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі сіздермен жүздескеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі мен өзім баяндамамда өзімнің іс тәжірибеммен бөліскім келеді. 2021-22 және 23 жылдар аралығында Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің нөмірі 46-шы Балбұлақ бөбекжайында, яғни біздің балабақшамызда балаларға оң эмоционалдық қарым-қатынас қалыптастыру, мамандықты таңдауға мүмкіндік беру, өз күшін пайдалануға, қолжетімді қызмет түрлеріне оң тәжірибе алуға, табысты кәсіби қызмет иесі болуға, жол сілтеу және балалардың кәсіби қызмет туралы түсініктерін байыту және нақтылау, балаларда еңбек процесінің құрылымы туралы жалпылама түсінік қалыптастыру, танымдық, коммуникативтік, шығармашылық қабілеттерін дамытуды ынталандыру, ересектердің еңбегін және оның нәтижелеріне ұқыпты қарауға тәрбиелеу, әр мамандықтың маңыздылығын және қажеттілігін түсінуге көмектесу мақсатында халықаралық WorldSkills Ақтау қозғалысы аясында өткен кім болғым келеді мамандық фестивалінің облыстық WorldSkills жобасы өткен болатын. Бұл жобаға біздің балабақшамыздың тәрбиешілерінен өз білімдерін жетілдіру мақсатында Маңғыстау облыстық туризм колледжі, Мұрын Жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау педагогикалық гуманитарлық колледжі және Ақтау қалалық технологиялық қызмет көрсету колледжімен бірлесе отырып, осы жұмыстарды бірлесе жүргіздік. Бұл жобаны өткізуде осы колледждер үлкен бізге бастама бастап, жол көрсетіп, тәрбиешілерімізге, педагогтарымызге семинар практикум өткізді және жоғарыда айтылып өткендей балаларда бастамас бұрын біздің педагогтарымыз бірінші өздері осы басқыштардың бәрінен өтіп, білімдерін толықтырып, балаларға қалай бағыт бағдар көрсету жолында үлкен жұмыстар жүргізілді. Алдарыңызда экранда көріп отырғаныңыздай бірінші біз осы туризм колледжімен және Мұрын Жырау Сеңгірбекұлы атындағы колледжбен, сонымен Ақтау технологиялық қызмет көрсету колледждерінде семинардан өткен өте жақсы іс-шаралардың куәсіздер неге алдарыңызда. Сонымен қатар бізде осы жылдың 21 жылы негізі 6 құзыреттілік бойынша, оның ішінде кондитерлік іс, визуальды мерчендайзинг және витринистика, наубайшы ісі, киім үлгілеу, шаштараз өнері, мектепке дейінгі тәрбие құзыреттіліктері бойынша біз балаларымыз өз өнерін көрсетті. Және 3 ай бойы осы бағытта жұмыс жүргізе отырып, балалармен бірге тығыз қарым-қатынаста болған осы колледжіне келген біздің волонтерлеріміздің жұмыстары өте ерекше деп атап өткім келеді. Бұл жұмыс барысында әрине екі жақты келісім шарт бойынша конкурстық тапсырмалардың жоспарлары құрылды. Сол жоспар бойынша әртүрлі бағытта, яғни сурет салу мамандықтар бойынша және аспаптармен таныстыру, жаңа жоғарыда айтылып өтілді. Сонымен қатар бұл жұмыстардың іске асырылу барысында мастикамен жұмыстар жүргізілді. Айта кететін бір өте қуанышты бір нәрсе, әр бала өзінің мамандығын осы салада таңдай отырып, сол колледждерге барған кезде өте сүйіспеншілікпенен өз жұмыстарын көрсете білді. Яғни үлкендердің көмегімен өткізілген әрбір істе балаларда үлкен қызығушылық байқалды. Сонымен қатар жаңа жоғарыда айтылып өтілгендей, бұл қатысушы бүлдіршіндердің
бірінші ретте ата-аналардан рұқсат алынды және ол қағаз жүзінде, яғни құжат жүзінде болды. Сонымен қатар ата-аналардың рұқсатыменен біздің бірлесе жасаған жоспарымыздың барысында Балмекен, мысалы кондитерлік құзыреттілігі бойынша Балмекен және Роза кондитерлік цехтарына саяхаттар жүргізілді. Сонымен қатар Каспиан Ривьера қонақ үйінде балалар акванариуммен және соның ішіндегі барлық қандай құзыреттілікке байланысты біз мамандықты таңдадық. Сол бойынша осындай әдемі саяхаттар ұйымдастырылды. Және біз қарсы алған әрбір колледждің әрбір маманы, педагогтары балаларға болашаққа деген алдарына қойған мақсаттарына жетуге деген кішкене үміттерін ары қарай үлкен түрде көрсетіп, соларға үмітті арта түсті. Яғни мына оқып шыққан біздің педагогтарымыз семинарға қатысып, сертификаттарды алып, сол сертификаттарды алған мамандар балалармен тікелей жұмыс жүргізді. Сонымен қатар осы Baby Skills жобасы аясында жүргенде бізде жаңа соңғы қорытындылау бөлімінде балабақша базасында өткізілді. Бұл менің бір айта кететін нәрсем, бізде балалардың барлығына дерлік жаңағы медальондарменен ең үздік маман деген марапатпенен марапатталып, және өткен жылы 22 жылы мына біздің Ақтау қаласындағы Маңғыстау өңіріндегі Рексис демалыс орнына балаларға жолдама беріліп, бір күндік жолдаманың ішінде балалар ата-анасымен бірге сол демалыс орнында таңертеңнен кешке дейінгі тегін тамақ, тегін ойын алаңдары және тегін саяхатқа жолдама алды. Бұл ата-аналар үшін үлкен қуаныш, ата-аналар үшін үлкен бір алға қарай жылжу, өздеріне деген мотивация дегім келеді. Сондай бір ата-аналарға үлкен бір қуаныш сыйлады. Мен сол үшін де алғыс айтқым келеді. Осы бізбен бірге тығыз жұмыс жасаған колледждерге үлкен алғыс, және волонтерлардың еңбегі ерекше болды деп айтқым келеді. Сонымен бірге мына Каспиан Ривьера қонақ үймен келісім шарт жүргізіп, бірлесе отырып жүргізген жұмыстар барысында балалар өте көңілді, сол әрбір барған саяхатынан ерекше әсерде келді. Тағы бір айта кететін нәрсе, ақшалай сертификаттар табысталып, балаларға әдемі өздерінің қалаған ойыншықтар алуға деген мүмкіндіктер алды. Және бұл таңдаған мамандықтары балалардың біз ішінен іріктеп алған жоқпыз. Қалау бойынша, мысалға, отбасылық династия дейміз ғой. Көптеген отбасында балаларға мамандық таңдау жолында ең алғашқы фундамент дейміз, алғашқы басқыш осы балабақшадан басталды десек қателеспеймін. Себебі осы мамандықтарды көрсету барысында, яғни таңдау барысында, балаларға жол көрсету барысында ата-аналардың рөлі өте зор болды. Себебі олардың үйдегі баламен бірге жүргізілген жұмыстары ол ерекше орын алды. Ал енді мен бүгінгі өзімнің іс тәжірибеммен осылай жалпылама тәжірибемді сіздермен бірге бөлістім деп ойлаймын. Енді қандай да сұрақ болса, жаңағы айтылғандай сессия соңында қоюларыңызға болады. Рахмет дем қойып тыңдағандарыңызға. Әріптестер, жаңа өздеріңіз көргендей, осы бөбекжайда ең бірінші балбұлақ бөбекжайында бастап алған болатын. Қалай жүргізілді, қандай жұмыстар жүргізілді, сіздермен толық таныстырып өтті. Енді жалпы Маңғыстау облысының білім басқармасының хаттамалық тапсырмасы негізінде 20 жылы Ақтау қалалық білім бөлімінің оқушы орталығы мекемесінің ұйымдастыруымен Қазақстан WorldSkills қозғалысының жұмыс жүйесіне қосымша білім беру педагогтарын қосу, жұмысшы мамандықтардың беделін арттыру, 5 және 6 жас аралығындағы балабақша тәрбиеленушілері, сонымен қатар 6-18 жас аралығындағы мектеп оқушыларын, колледж студенттерін ерте жастан мамандыққа баулу мақсатында бізде чемпионаттар өткізіліп келеді. Жаңа өздеріңізге айтып өткендей балабақша сұрақтар болып жатса қосымша қоясыздар. Жалпы бұның барлығы жүргізілетін тәрбиешілер де, мектептегі мамандар да WorldSkills
енді осы чемпионаттардың құрамдас бөлігі өздеріңізге айтылып отырған baby skills, gala skills, junior skills, agility, big skills, осы жобалардың барлығы Ақтау қаласы бойынша оқыту орталығында практика өткізіп келеді. Бұл бізге өте жақсы бастама алып кетті. Енді осы іс-тәжірибе бойынша оқушы орталығының директорының орынбасары Каримова Алмагүл Кәрімқызы осы жоба бойынша дөңгелек ұйымдарында қалай өткізуге болады іс-тәжірибесімен бөлісетін болады. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Қосымша білім беру ұйымы оқушы орталығының іс-тәжірибесімен бөліскім келеді. Біз осы WorldSkills стандарттарын қалалық білім бөлімінің бұйрығы негізінде бастап кеттік. Енді қазіргі таңда Baby Skills'ке тоқталып кететін болсам, Baby Skills бізде мектеп оқушылары 6 мен 10 жасты қамтылды, және бөбекжай балабақшаларының тәрбиеленушілері 5-6 жас балалар қамтылды. Жаңа құжаттарды айтып кетті, бірақ енді сол құжаттардың негізінде біз алғашқы рет сол келісімшартқа отырдық. 16 мектеп жалпы білім беру мектептерімен және 4 балабақшамен келісімшартқа отырдық. Қалалық Baby Skills жобасына барлығы 144 бала қатысты. Оның ішінде 3-де дизайнер құзыреттілігі бойынша 12 бала дизайнер, киім дизайнер және әшекейлер 42 оқушы, робототехникадан 14 оқушы, матаға көркемдік сурет салу 25 оқушы, киіз өнеріне 45 оқушы, хореография өнеріне 6 оқушы қатысты. Яғни 144 оқушыдан 120 оқушы ол мектептен, 24 оқушы таза 4 балабақшадан қамтылды. 2 балабақша мемлекеттік, 2 балабақша жекеменшік балабақша. Енді деген айта кететін жайт, Baby Skills'ке біз міндетті түрде шартта қатысу командалық болды. Команда ол наставник, тәлімгері, оқушы, мұғалімі болды, немесе ата-анасы болды, және жоғарғы сынып оқушыларында қамтыдық волонтер қызметіне. Сол негізі алғашқы рет бірінші біз және семинар тренинг мектеп және мектеп және воспитательдерге, балабақшадағыларға мастер-класс тренингтер өткіздік. Қалай ол жұмыстарды балдарға үйретеді, оларды дайындайды. Соның негізінде және біз өзіміз ұсыныс тастадық. Балдар ата-аналарымен немесе жаңағы волонтерлармен өздері біздің оқушы орталығындағы кружоктарға тегін қатысты. Әрине, команданың қатысу негізінде міндетті түрде үлкен адамда баламен бірге сол мамандыққа ену керек. Міндетті түрде. Себебі деген, неге біз үлкен адамды таңдадық? Ең бірінші олар деген техникалық қауіпсіздікпен танысақ, бала қол қоя алмайды. Сондықтан үлкен адам оған жауапты. Ол бір. Сосын екінші, өздеріңіз көріп отырсыздар, олар жаңағы горячий пистолет, тағы режущий, колющий инструментімен жұмыс жасайды. Сол кезде де көбесе үлкен адам оған жауапты болып отыру керек. Сонымен қатар модульдарда олар міндетті түрде мамандыққа кіріп, мамандық туралы мағлұматтарын терең білу керек. Сондықтан олардың ең бірінші модулі үй тапсырмасы мен болашақ дизайнермін, мен болашақ киіз өнерінің шеберімін деген туралы қысқаша бейне презентация жасақтау керек. Оны қазіргі видео трейлерлерде көресіңдер. Сонымен қатар оларға сұрақтар қойылады мамандық бойынша. Мамандықта қандай құрал жабдықтарды пайдаланады, қандай арнайы киімдері болады, бұл мамандық қандай пайда қоғамға келеді деген сондай сұрақтарға да олар жауап беріп отырады. Сонымен қатар біздің оқушы орталығы Baby Skills'тан басқа Junior Skills'ты да ұйымдастырды. Baby Skills'та біз айтып кететін, біз деген ерекше білімді қажет ететін балдарды да қамтыдық. Олар деген киіз өнеріне қатысты.
Оларды да біз бөлек, как Обилимпикс ретінде бөлек қамтылып ол балдарды. Бірақ оларды біз бөліп жарған жоқпыз, тек бағалау барысында, былай олар Baby Skills'та олар бірдей балдармен бірге қатысып отырды бір залда. Junior Skills'та да біздер деген Junior Skills'ымызда Обилимпикс болып бөлінді, 12 жастан бастап ерекше білімді қажет ететін балдар және Deep Skills. 16 мектептің ішінде бізде 2 арнайы мектеп қатысты. Ол жаңағы с нарушением интеллекта и с нарушением слуха. С нарушением слуха чисто Deep Skills'ке қатысты. Олар деген сборка, разборка и диагностика компьютерға. Ал с нарушением интеллекта олар дизайнер одежды мен технология моды и войлочное искусство қатысты. Что я хочу сказать и отметить, в чем результат этого WorldSkills? В том, что мы, во-первых, работали тесно с колледжами. Вы сами знаете, что одно из направлений дополнительного образования является тоже профориентационная работа. Вот. И, естественно, детей готовить в школе, например, где очень загруженная школа, да, там очень трудно. И поэтому мы им предоставляли бесплатно дополнительное образование. В кружках они не только учились этой компетенции, да, именно чисто оттачивались профессиональные навыки по той или иной компетенции, но также и оттачивались их гибкие навыки. То есть учили их презентовать, учили их отвечать на вопросы, вот, креативное мышление, командное участие. Вот это все, вот этот soft skills у них отрабатывалось именно в ходе посещения нашего кружка. Это, кстати, очень важно сейчас. Также, что я еще хочу отметить, мы тесно сотрудничали обязательно с колледжами, привлекали именно мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисциплин, которые вначале провели семинары, тренинги, мастер-классы для учителей и воспитателей детских садов и для наших педагогов-организаторов. Ознакомились с заданиями, ознакомились с критериями оценивания. Еще хочу отметить в ходе выработки soft skills, гибких навыков, что дети очень хорошо соблюдают правила time management. Вот. Именно их учили, чтобы именно во время уложиться. Вот это все, это в ходе посещения нашего кружка мы эти навыки тоже отрабатывали. Еще одно из лучших моментов проекта хочу отметить то, что, опять же, сотрудничая с колледжами, мы предоставили гранты. Вот, например, участвовало 2 спецшколы, специализированные школы. Уже одной девочке было 16, другой 17. Мы сотрудничали с колледжем, Ахтовский технологический колледж сервиса. На этой базе имеется Жасмаман по швейному производству. Они предоставили этим школьникам из спецшколы бесплатное обучение, курсовую подготовку. Вот. Дети были очень рады. В течение месяца они учились на базе, оборудованные по программе Жасмаман в колледже, учились на производственных машинах, учились шить, кроить, и каждые свои достижения они, воспитатели их тьюторы нам отправляли. Дети были очень рады. Также по закрытию чемпионата мы, опять же, в сотрудничестве с колледжем предоставляли гранты школам. То есть эта площадка как бы была открытой, уже колледжи могли как бы проводить свою профориентационную работу, предоставляли ученикам 9-11 классов свои гранты. Вот. И еще по итогам Junior Skills также мы 2 школам на основании приказа отдела образования предоставили проект «Билет в будущее». Это тоже проект ранней профориентации.
Также хочу сказать, что с этого года, с 2022-2023 года Центр «Школьник» стал привлекать социальных партнеров. Одним из наших достижений было это привлечение социального партнера в предоставлении программы САПР и 3D-манекен. Школьницам 8-11 классов предоставилась возможность работать на программе САПР. И вот как раз вот виртуальный показ, виртуальную сборку одежды уже ученицы 8-11 классов уже наравне почти со студентами делают. Мы тоже, вот, чтобы увидеть свои результаты, мы вместе с наши ученики отдельно, студенты колледжа отдельно участвовали в республиканском фестивале Dallas Skills. Также вот именно мы и оборудовали площадку республиканского фестиваля Dallas Skills по компетенции цифровой модельер, потому что у нас была, благодаря соцпартнеру, у нас была эта программа, на которой вначале провели обучение, а потом само участие и убедились, что все-таки раннее обучение цифровым технологиям, оно более плодотворно. Почему мы внедрили именно цифровые технологии легкой промышленности в своих кружках? Потому что вы сами знаете, что сейчас время цифровых технологий, а это настолько быстро развивается, что может даже привести и гендерную политику в том, что девушки, да, женщины, они менее работают с цифровыми технологиями. И вот поэтому мы решили, чтобы именно ученицы, школьницы с ранних лет приучились работать этими цифровыми технологиями. И на следующий год мы открываем экспериментальную группу кружок у нас называется «Компьютерное моделирование, конструирование одежды и примерка на манекене». Результат этой работы, вот экспериментальной группы, заключается в том, что наши ученицы, кроме того, что просто они будут учиться в этой экспериментальной группе, также у них получится возможность также брать первые свои онлайн-заказы. Вот, разрабатывать эти первые свои цифровые лекала и продавать эти свои цифровые лекала. Вот у нас такой небольшой опыт в течение года мы провели, и есть у нас небольшие такие успехи. Спасибо за внимание. Рахмет, Алман Ибрагимовна. Енді бізде Бейбіскел чемпионаты жаңа айттық 46 балабақшадан басталды. Бұл нөмір 56 жұлдыз дебют жайында өткізіліп келеді. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, біздің басшыларымыздың градация бойынша ауысуы алғаш рет осы Бейбіскел жобасын қолдап бастап алып кеткен басшылардың бірі. Қазіргі таңда нөмір 56 жұлдыз дебют жайының директоры Иманалиева Айгүл Шабасқызы өзінің тәжірибесімен қысқаша сіздерге бөлісуде. Сәлеметсіздер ме, құрметті семинарға қатысушылар. WorldSkills қозғалысы аясында BabySkills жобасы Маңғыстау облысы білім басқармасының даму жоспарына сәйкес 2021 жылдан бастап басталуға болатын мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде тәрбиеленушілерді кәсіптердің түрлерімен таныстыру, мамандықтарға қызығушылығын ояту, қолжетімді тәжірибе алмасу, мамандықтың бастапқы дағдыларын игерту, ата-аналарды балабақша өміріне тарту мақсатында бұл жобаға алғашқылардың бірі болып, балабақшамыздың педагогтері, ата-аналары, балалар, колледж студенттері, волонтерлер қатысты. 3 жыл бойы BabySkills жобасы Мұрын-Жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжі, Маңғыстау туризм колледжі, Ақтау технологиялық қызмет көрсету колледжі, Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің оқушы орталығымен бірлесіп, 3 жылда 3 түрлі форматта өткен болатын. 2021 жылы кондитерлік іс, мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу, киім үлгілеу, шаштараз өнері,
визуальды мерчендайзинг және витринистика. Наубайшы құзыреттіліктері бойынша бұл жылы балалар, патриот тәрбиешілер, колледж қызметкерлері және волонтерлар қатысқан болса, 2022 жылы кондитерлік іс наубайшы құзыреттіліктері бойынша балалар, колледж қызметкерлері, сонымен қатар ата-аналар қосылып, бірнеше тапсырмаларды орындап, мамандықтардың қыр-сырын аша білді. 2 жылда балабақша базасында ұйымдастырылған болатын Baby Skills. Ал ағымдағы жылдың сәуір айында Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің оқушы орталығымен балабақшамыздың жас мамандарымен бірлесіп, тәрбиеленушілер киім және әшекей бұйымдар дизайнері және киіз өнері истин құзыреттіліктері бойынша өнер көрсетті. Ата-аналар балаларының таңдаған мамандықтары бойынша Baby Skills жобасы аясында портфолио және бейнероликтер әзірледі. Жоғарыда аталған колледждерге жас мамандарымыз саяхатқа барып, шебер сыныптарға қатысып, кәсіби шеберліктерін іске асыру үшін мүмкіндік алды. Ал оқушы орталығында балаларға қолжетімді кеңістікті орта жоғары деңгейде жасақталып, баланың жеке тұлға ретінде дарындылығын ашу үшін жан-жақты жағдай жасалған болатын. Жоба соңында балалармен компатриот тәрбиешілер жоғары нәтиже көрсетіп, марапатқа ие болды. Ал ата-аналар тарапынан қосымша білім беру ұйымы оқушы орталығындағы киім және әшекей бұйымдар дизайнері және киіз өнер истин құзыреттіліктері бойынша үйірмелерге балаларын тегін қатыстыруға ниет білдірді. World Skills қозғалыс аясында Baby Skills жобасын іске асыру балабақшамызда жыл сайын үрдіске айналдыруға әзір екенін атап айтқым келеді. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Рахмет Айгүл Басқызы. Әріптестер, енді қазір бейне осылар қалай өтті, қалай жүргізілді. Әріптестер тарапынан қазір бізде бейне трейлерлар жүргізіледі. Біз бірінші бейне жалпы Baby Skills жобасы айтып өтетін болсақ 25 құзыреттілік қамтыды. Бүгін сіздердің назарларыңызға кескіндеме және сәндік жұмыстар, киім және аксессуарлар дизайны, киім өнер истин кондитер құзыреттіліктері бойынша және IT технологиялар әлемі құзыреттілігі бойынша бейнетрейлерді ұсынамыз. Бізде қазір бірінші кескіндеме және сәндік жұмыстар. Бұл бойынша Қарабалаева Несіпгүл Төлепқызы Қалел Қалел атындағы Маңғыстау жоғары политехникалық колледжінің арнайы пән оқушысы, Маңғыстау облысының World Skills қозғалысы бойынша кескіндеме және сәндік жұмыстар құзыреттілігінің бас сарапшысы. Сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Танцевать идти. This is all we got. I see the world you shine. Take your hand and place them both in mine. Строитель – человек, который строит дома, их отделку, делает дизайн, выбирает цвета, работает с красками и кистями. И вот, выбирая компетенцию малярной и декоративной работы, дошкольники работают уже с 3 модулями. Первый модуль – это задание по выбору цвета. Второй модуль – дизайн, выбор фигуры. И третий – это сделать на планшете выбранный дизайн и покрасить их выбранным цветом. Я Марьям. Когда вырасту, хочу стать дизайнером-строителем. Хочу, чтобы все люди жили в чудесных и красивых домах. И вот соревнования. Моя цель как тренера и эксперта была формировать у детей умение различать цвета, делать своими руками геометрические фигуры с помощью малярной ленты, закрепить умение работать с кистью и, конечно же, развивать наблюдательность. И так как это работа коллективная, формировать доброжелательные взаимоотношения. И все это чемпионат Baby Skills, одно из лучших направлений ранней профессиональной ориентации в дошкольном возрасте. Ребенок с малых лет должен начинать задумываться о том, кем он станет в будущем и какого уровня жизни он хотел бы достичь. А чемпионат Baby Skills
значительно расширяет представление о профессиях, позволяет ненавязчиво подвести детей к важному выводу, что труд является значимой сферой в жизни всех людей. А также Baby Skills – это повышение престижа рабочих профессий и создание полигона ранних профессиональных проф. Бұл бойынша Халел Жүсіпбекәлиев атындағы Маңғыстау жоғары политехникалық колледжінің директорының орынбасары Қазиева Майра Әліпбайқызы таныстырады. IT-технологиялар саласында мотор жолындағы тағы бір қадам 6 мен 8 жас аралығындағы мектеп оқушыларын IT-технологиялар ілімімен таныстыру. Халел Жүсіпбекәлиев атындағы Маңғыстау жоғары политехникалық колледжіміз өркен мектеп-лицейінің оқушыларына пандемия жағдайында IT-технологиялар құзыреттілігі бойынша Baby Skills жобасын ұйымдастырып өткізді. 2022-2023 жылы аралығында Baby Skills жобасы жалғасын тапты. Жобаның басты мақсаты балаларды заманауи IT-технологиялармен таныстыру және олардың цифрлық әлеуметін дамыту. Бұл құзыреттілікке жету оқушы және волонтер студенттер қатысты. IT-технологиялар туралы не білеміз тақырыбындағы бірінші модуль тапсырмасын балалар тақпақ түрінде орындады. Үшінші модуль IT-технологиялар ілімінің мамандары бағдарламашы графикалық дизайнер. Бағдарламашылар көбіне ойындар, есептеу бағдарламалары, редакторлар мен мессенджерлерді қамтамасыз ететін бағдарламаларды жабдықтаумен айналысады. Графикалық дизайнер сурет салуды, сызбаларды орындауда, бағдарламалауды және компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істей білуі керек. Жұмыс компьютерде немесе арнайы құралдарды, қағазды, планшеттерде бейнелеу құралдарын қолдану арқылы жүзеге асырылады. Екінші модульге қатысушылар тышқан, пернетақта, құлаққап, флеш жады, диск, ұялы телефон және дыбыс бағанасы негізгі құрал-саймандарға сипаттама беріп суреттерін салды. Үшінші тәжірибелік модульге Counter-Strike компьютерлік ойыны таңдалды. Counter-Strike бірнеше пайдаланушылармен немесе боттармен бірден ойнай алатын компьютерлік ойын. Балалар ойын барысында өздерін еркін сезініп, ізденімпаздық, тапқырлық әрекеті, ойлауы, зейін қою арқылы байқалды. Baby Skills чемпионатына қатысқан бүлдіршіндердің тапсырмалары бағаланып, үздік маман атанды. Және болашақта үлкен маман иесі болатынына біз сенімдіміз. Қорғанбаева Жұлдызай Бердісайқызы Ақтау технологиялық қызмет көрсету колледжінің арнайы пәні оқушысы. Компетенция дизайнера одежды и аксессуаров занимается проектированием и созданием нарядов, соответствующих современным модным тенденциям. Профессия дизайнера одежды – важная и нужная профессия, востребованная на швейных фабриках, в ателье, дизайнерских мастерских и домах моды, которая помогает людям красиво и модно одеваться. Форма участия в соревновании по компетенции дизайна одежды и аксессуаров является командным. Команда Baby Skills состоит из одного наставника и одного участника. Конкурсное задание имеет 3 модулей. Модуль 1. Подготовить домашнее задание видеопрезентация «Я будущий дизайнер». Цель данного модуля – системизация знаний детей, знакомство с профессией дизайнера. Задачи модуля – составить и презентовать видео «Я будущий дизайнер одежды». Сәлеметсіз бе? Менің атым Мариям. Менің жасым 6-да. Мен Ақжайық балабақшасына барамын. Кесін дизайнер болғым келеді. Киімдер, әдемі көйлектер, әдемі юбкаларды тіггім келеді. Модуль 2. Эскизирование. Участник делает эскиз «Модный женский лук». При проектировании конкурсант должен учитывать свойства материала, назначение изделия, технологичность,
художественное оформление. Модуль 3. Раскроить задуманное изделие согласно эскизу, выполнить наколку на манекене. Цель данного модуля – владеть приемами заколки, намелки, раскройки изделия согласно эскизу, презентовать свой продукт и творческую идею. Профессий много на земле, и каждая важна. Решай, мой друг, кем быть тебе, ведь жизнь у нас одна. Мы не знаем, какую профессию выберет ребенок, когда повзрослеет, но искренне надеемся, что чемпионат Baby Skills сыграет немаловажную роль в выборе профессий. И, возможно, кто-то из детей станет знаменитым модельером-дизайнером. И других материалов при создании войлочных предметов, а также владение технологическими приемами по окончании отделки войлочного изделия. Форма участия. Соревнование по компетенции войлочного искусства является командой. Команда Baby Skills состоит из одного наставника и одного участника. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Модуль 1. Подготовка видеопрезентации. Я мастер по изготовлению войлока, украшений из войлока. Цель данного модуля – систематизация знаний детей, знакомство с работой по обработке войлока. Модуль 2. Эскизирование. Создание творческого эскиза согласно заданию. Участник делает эскиз броши, цветок и игрушки яблоко в соответствии с заданием. При проектировании конкурсант должен учитывать свойства материала, назначение изделия, технологичность, в котором работает. Эскиз должен соответствовать следующим требованиям. Должны быть правильные линии, цветосовместимость, соблюдены пропорции и симметрия рисунка. Модуль 3. Изготовление войлочного художественного украшения броши, цветов методом мокрого валяния. Участник в соответствии с заданием изготавливает художественное украшение брошь цветов методом мокрого валяния в соответствии с эскизом, выполненным в первом модуле. Готовая брошь должна соответствовать следующим требованиям. Размер круга не должен превышать 15 см. Линия окружности должна быть ровной. Рисунок симметричным. Брошь должна быть плотной. Шерсть не должна отходить. Обвязка должна быть ровной. Линии выражаемого цветочного рисунка должны быть ровными. Модуль 4. Изготовление войлочной игрушки методом сухого валяния. Участник в соответствии с заданием по эскизу изготавливает игрушку. Готовые изделия должны соответствовать следующим требованиям. Игрушка должна быть художественно выразительной, размеры должны быть пропорциональными и соответствовать заданному стандарту. Игрушка должна быть плотной и упругой. Шерсть не должна отделяться от основной части. Любой народ имеет свою страну, где он живет, свой язык, свои традиции и обычаи, которые они соблюдают. Изучая значение и изготовление войлока, дети больше узнают о традиционном бытии своего народа. Войлок еще вернет былую популярность в современном мире и переживет второе рождение. В мире все больше растет спрос на вещи из натуральных волокон. Освоить технологию валяния по силам не будет. Войлок служит идее объединения традиций, объединяет увлеченных людей, дарит тепло душе и телу, позволяет с легкостью прикоснуться к корням своих предков, будет фантазию. Дорогие гости, я Третьяков Вячеслав, шеф-кондитер, уже более 25 лет стажем. Сюда приехал в 2007 году работать, и здесь, можно сказать, научился много чему интересному благодаря большим интересным заказам больших людей. Мне заказывали многие люди динозавров, крокодилов, где я тут, можно сказать, и научился с Алматы. Вот, благодаря этим людям, как говорится, началась моя более творческая работа. Также начинал, как говорится, с самых азов в советское время, где учился всем навыкам, которые пригождаются до сих пор. Сейчас я работаю в бутике «Ваниль». Там проходят у нас почти каждые полгода мастер-классы. Раньше даже не знал, что бывают хлеба тыквенные, гречневые, злаковые, которые делаются вообще без дрожжей, просто на заквасках, которые делаются там на яблоках ставят, выстаивают 10 дней, там, закваска брожения, и получается прекрасные хлеба.
Также у нас делают люди, раньше были круассаны, сейчас это называется венская выпечка, более усовершенствована и людям более интересно, да. Раньше были эклеры, сейчас это все модернизируется, люди выпекают эклеры, делают, чтобы внутри были пустые, идеально ровные, с добавлением разных конфей. Конфей это как не варенье, а конфей это свежая ягода, уваренная, у которой есть свой природный пектин, и она загущается и добавляют туда, плюс добавлением различных кремов, тоже инновационных, как говорится. Люди сейчас мало кто кушает там масло сливочное, есть крема такие, как мармелад, сублим, они с добавлением шоколада и 33% сливок делаются, изготавливаются. И мне интересна эта работа, что вот люди думают, что дорого, но на самом деле это не так уж и дорого, продукты получается. Мы работаем, делаем нововведения, чтобы было людям интереснее попробовать всякие новинки. И вот мы с дочкой тоже дома печем кексы. Дома, когда оформляем торты, иногда бывают заказы, она мне помогает оформлять торты, лепит из мастики. Она ходит на творческие работы в рисовании, там у них и лепка идет, всякая интересная торты здесь сделали, лепили. Вот. Тоже моя сладкая помогает дома. Кондитер папа бесподобный, креативчик невозможный. Он мастер сладких наслаждений. Ему респект и уважение. Хочу быть похожей на папочку я. Кондитером стать перспектива моя. Хочу удивлять всех пирожным, печеньем, чтоб было отлично у всех настроение. Творить мы с папой будем вместе, вдвоем нам будет интересней. Шедевры создавать для вас, кондитер профи высший класс. Я часто бываю у папы на работе и мечтала стать кондитером, как папа. А теперь отправляемся к нему на работу. Сейчас мы будем готовить старт. Конфи давай аккуратненько, я тебе помогу чуть-чуть. Давай, раз, аккуратнее. Ой, а что вы делаете? Вы готовите крем? Двумя ручками давим. Ой, какой торт. Вместе оформляем. Давайте. Как вы оформляете? Ну-ка, покажите. О, красота как. Что вы сейчас делаете? Давайте, складывайте. Ну, поправьте, поправьте, молодцы. Ну.
залда қалай өткізіледі, сонымен қатар бізге көмекке келген осы бағытта бірге жұмыс жасап отырған Түркістан облысының елшілері ол кісілерге өздеріндегі жүргізіп отырған негізгі бағыттары бойынша жұмыстарын көрсетті. Бұған сонымен қатар Атырау облысы, Ақтөбе облыстары қатысты және Батыс Қазақстан облысы қатысты. Биылғы жылы қыркүйек айында Далас Киіз кәсіби шеберлік конкурсын республикалық деңгейде өткізуді жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда бізге қатысатын облыстан сұраныстар келіп түсіп жатыр. Ол сұраныстардың ішінде біздің бірнеше облыстарымыз бар. Тағы да кейінгі күнде қалай жүргіземіз, қалай бағытта дамытамыз Далас Киізді, осы бағыттар бойынша ұсыныстарымыз болса, біз әр уақытта қарастыруға дайынбыз. Қазіргі таңда бізге Түркістан облысынан, Ақтөбе облысынан, Батыс Қазақстан облысынан, Атырау облысынан және Қарағанды облысынан сұраныстар келіп жатыр. Қыркүйек айында осы кеңселерінде республикалық деңгейде чемпионат өткізуімізді айтамыз. Енді өздеріңіз жаңа видеотренерлерден көрдік. Біздің негізгі мақсатымыз онлайн жүргіземіз дейміз. Өздеріңіз білесіздер, жазыңыздар, біздің облыста біз сыртқа шығарып отырмыз. Сырттан бізге көпшілік келе алмайды. Жол жүру сапарында билеттердің жоғына байланысты. Сондықтан сіздерге максималды түсінікті болсын деп видеотренерлерді қосып жүргізіп жатырмыз. Қалай өткізілді, шынайы түрде қалай жасалды. Енді Далас Киіз жобасы бойынша қазір бізге түсіндіретін Сыдықова Күлшат Дәрігерқызы жалпы чемпионаттың нормативтарды сіздерге құжаттармен таныстырып, қалай презентациялау бағыттарымен сіздерге түсіндіріп өтеді. Құрметті әріптестер, мана Baby Skills жобасының негіздемесін айтып өтсек, қазіргі таңда енді Dallas Skills жобасы негізінде сіздерге біршама мағлұмат беруге рұқсат етіңіздер. Dallas Skills ең алдымен бұл жобаның мақсаты неде? Бұл ерте, яғни көнеден қалған, ұмытылып бара жатқан қолөнерді қайта жаңғырту және де сол қолдан жасалған өнімдердің бағасына деген жаңағы сүйіспеншілікті ояту. Өйткені қолдан жасалған дүниенің бағасы әрине қымбат, көбісі бағалай білмейді. Және де жұмысшы кәсіптердің беделін арттыру болатын. Ең бірінші осы мақсаттың бірі бұл отандық тәжірибеге сүйене отырып, Work Skills қозғалысы құралдар негізінде оқушылардың кәсіби бағдарламаларын, заманауи құзыреттіліктерді игеру үшін икемдендіру, яғни соның барлығын дамыту болып саналады. Осы Work Skills қозғалысы бойынша Dallas Skills жобасын ең бірінші құру, білесіздер, біздегі ассистентіміз, яғни Жантикеева Камера Қадырбекова қолға алған болатын. Бұл алғашқы кезеңде 2022 жылы тек қана 4 құзыреттілік бойынша жүзеге асты. Оның бірі жаңағы ұлттық тағам, яғни білесіздер, ұмытылып бара жатқан ұлттық тағамдарды нақышына келтіріп орындау, яғни келесі бұл киіз өнері, қол өнерлердің бірі. Осының барлығында ең бірінші ұмытылып бара жатқан дүниенің барлығын қайта жандандыру болды. Бұл жерде мына ұлттық тағамды өндіру және де басқасын игеру кезінде өндіріс шеберлері өздерінің өте қатты ізденіс жұмыстарын жүргізген болатын. Жаңа айтып өткендей, сәнді қолданбалы өнердегі дизайн бұл Ақтау технологиялық қызмет көрсету колледжі алған болатын. Киіз өнері бұл Жаңаөзен политехникалық колледжі алған болатын. Ұлттық құрақ өнерімен бірге осы негізгі бірнеше колледждің арқасында Dallas Skills жобасы іске асырылған болатын. Енді осы ағымды жылы 2023 жылы маусым айында осы республикалық жобаның жүзеге асырылуына дайындық фестивалі өткен болатын. Жаңа айтып өтті Жания Новайқызы, дайындық фестиваліне Атырау, өзіміздің Ақтау және Маңғыстау облысының барлығы қатысты дерлік колледждің және мектеп, оқушылары қатысқан болатын, оқушы орталығы қатысқан болатын. Орал қаласы, жаңа айтып өткен Түркістан облысы өзінің өте үлкен белсенділігін атап өтуге болады. Өздеріндегі қандай құзыреттіліктер бойынша қатысуға болатынын және сол колледждің өнеркәсіп колледжі екен, өнеркәсіп колледжінің өндіріс шеберлері өздеріндегі құзыреттіліктерді бізге алып келіп, құрал-жабдықтарына барлығымен біріншісінде оқыту тәжірибесін ұйымдастырған болатын. Өздеріңізге қарап отырсаңыздар, мінекей киіз өнері ең бірінші жаңа айтқан сияқты қолданбалы өздерінің қолындағы бар мүмкіндіктерін пайдалану арқылы жүзеге асқан болатын. Енді құжаттамаларына тоқталайық. Құжаттамалар ең бірінші осы Dallas Skills құзыреттілігіне қатысу үшін құзыреттілік бойынша қатысушылардың тізімін жасақтадық.
яғни әрбір құзыреттілік бойынша қатысушылардың сұранысын қабылдадық. Сұранысы мінекей өздеріңіз көріп отқандай қатысушылардың аты жөні, туған жылы, күні, айы, мекеме атауы, яғни сол тәрбиеленушілерді алып келетін, яғни жетекшілер, яғни жаңа айтып олар өндіріс шебері немесе арнайдан оқытушы болуы мүмкін, электронды мекен жайлары, телефондар болуы керек, және де жетекшінің аты жөні, лауазымы міндетті көрсетуге тиісті. Келесі және жаңа айтып өткендей өтінімдері толық туу туралы куәлігіне немесе жеке басын куәландыратын құжатта қалай жазылған, тура солай түгел жазуға міндетті. Менде қай мамандықта оқиды, не құзыреттіліктің атауы, қатысатын құзыреттіліктің атауы. Одан кейін бастамас бұрын жұмысты жүргізу басында ең алдымен сол бас сарапшылар әрбір құзыреттілік бойынша тапсырмаларды жинақтайды, тапсырмаларды орындаудың күнін белгілейді, білесіздер 6 сағат жұмыс жасау керектігін. Сол тапсырмаларды белгілегеннен кейін 1,5 ай бұрын сол тапсырмаларды облыстарға таратамыз. Сол тапсырмаларға, яғни біршама қатысушы дайын болып келуі тиіс. Осында бізге келген кезінде, яғни ең бірінші енді өткен айда, маусым айында болған кезінде, тек қана бұл дайындық чемпионаты болды. Соның өзінде 130 қатысушы қатысқан болатын. Яғни бұның ішінде өте керемет болды, 5 күндік, яғни қала сыртындағы Балдәурен лагерінде жатқан болатын. Сонымен қатар балалар бір жағынан демалды, бір жағынан бір-бірімен таныстық жүзеге асырды. Сонымен қатар бұл жерде тәлімгерлік те құзыреттілігі өзінің орасан зор рөлін атқарды. Тәлімгер арқылы сол жаз айында бос уақытты қалай ұйымдастыруға болады деген сұрақтарға жауап берді. Сонымен қатар тапсырманы орындағаннан кейін жұмыс басталмастан бұрын міндетті түрде біз, яғни ұйымдастырушылар, қандай ұйымдастырушы құзыреттілік болатын болса, соның шығын сметасын құрады. Яғни қатысушылардың санына қарай отырып, шығын сметасын құрғаннан кейін сол қатысушы келетінің алдында біз барлығын түгел дайындап қоямыз. Дайындық жүргізгеннен кейін келді, қатысушылар қарсы алғаннан кейін орналастырамыз. Орналастырғаннан кейін өздерімен бірге келетін тулбокс деген дүниесі бар, білесіздер. Тулбокстың барлығын алып келіп, оны бір күн алдын тексеру жұмыстары жүргізіледі. Тулбокстан кейін арнайы жаңағы жасақталған жұмыстардың барлығын айқындап ашқаннан кейін келесі күні сол чемпионат басталмастан бұрын әрине бірінші қауіпсіздік ережесіне байланысты хаттама толтырылады. Яғни сол қауіпсіздік ережесін түгелімен техникалық жаңағы білесіздер делегат болады, арнайы өзінің жасақталған бас сарапшысы болады, барлығын түгел жүргізеді, түсініктемелерін жүргізгеннен кейін құрал-жабдықтармен қалай жұмыс жасауға болады, тайм-менеджмент дейміз, уақыты белгіленеді, тапсырмаларды орындаудың барлығы түгел осы жерде айтылады. Біткеннен кейін міндетті түрде сол сарапшылардың құрамындағы тұлғалар бірлесе отырып бағалау критерияларын жүргізеді. Ол мана айтып кеткен CIS жүйесі арқылы енгізіледі. Сол CIS жүргізілгеннен кейін соның ішінде яғни бірінші орын, екінші орын, үшінші орын, яғни алтын, күміс, қола және де үздік мамандар анықталады. Оның барлығы CIS бағдарламасында жүзеге асырылады. Чемпионат өткен күні бағалау терең сол күні жүргізілетін болады. Енді осы чемпионатқа жаңа айтып өткендей, қыркүйек айында 2023 жылы жүзеге асырылу бойынша 15 құзыреттілікті қатысамыз деген жоспарымыз бар құрып отқан. Атап өтетін болсақ, бұл ұлттық қолданбалы өнер, бас-құрт оқу, ұлттық нақыштағы халық әндерінің академиялық мәнерден жаңа өзгешелікті орындау, бұл өнер Маңғыстау өнер колледжінің бас сарапшылары ұйымдастырады. Виртуалды әлемдегі қазақтың ұлттық киімдері, матаға қазақтың ұлттық нақыштағы қолданбалы көркемдік суретін салу, қыштан көркем бұйымдарын дайындау, ағаштан кәдесый жасау, зергерлік бұйымдар, ұлттық құрақ өнері, киіз өнер институт, ұлттық киім, заманауи дизайн, ұлттық ойындар және ұлттық тағамдар. Неге қарап отырсаңыздар, барлығының жанында 16 жас пен 22 жас аралығында қатысуға мүмкіншіліктері бар. Осы жобаның барлығында ең бірінші құзыреттіліктің барлығында біршама өткен айда қайталап айтам, дайындық жұмысы жүзеге асқан болатын. Дайындық жұмысының өте жоғары деңгейде өтті. Сондықтан да құрметті бүгінгі семинарға қатысушылар, облыс көлемінде, яғни қайтып болсаңыздар, республикалық чемпионатқа, даласкел чемпионатқа қатысушыға сіздерді шақырамын. Келіңіздер, қатысыңыздар, бір-бірімізбен тәжірибе алмасайық. Назарларыңызға рахмет. Келесі қазақтың салт дәстүрі ұлттық танымы тақырыбында өз тәжірибесімен бөлісетін жаңа Өзен политехникалық колледжінің орынбасары Якубова Дәметкен Құрманғалиқызы. Дәметкен Құрманғалиқызы, дайынсыз ба?
орналасқан киізі демонстрациясы ұлттық бұл өнерін насихаттау мақсатында келесі жұмыстар жүргізіледі. Бұл Маңғыстау өңірлік спорт чемпионатының және дала үстел ұлттық құрам күрескерлігі, әншілер кезегі, сән трапез, бұл қол өнердің көне түрлерін дамытуға үлес қосып, ұлттық салт дәстүрлерді дәріптеуге бағытталған. Әжелер сөзі тәрбие көзі атты әжелер кезеңінде қыз көрсем кездесімен өткен жүйелі сыныптары жүрегі өскеннен жүрегі кісіден атты дәстүрлі бала ойындағы сүру әрбір өткізуге бағытталған. Әжелер мектебі ең басты қазақ халқының ұлттық сонымен қатар қыз бала, ұл балаға бағытталған тәрбие жұмысы жүргізіледі. Бұл өнердің халықтың дәстүрлері, балалардың көркемдік, технологиялық және мәдениеттері қалыптасудың тиімді құралы болып табылады. Өйткені оларда заманауи шеңберде сұлулықтың, үйлесімділіктің, орындылықтың сатылмас көзі болып табылады. Халық бұл өнерінде барлық сәндік тұлғалы өнердегідей қалыптасқан дәстүрлер қазірдің өзінде көркемдік мәдениеті негізгі болып табылады. Қазақ ұлттық киімдерді дәріптеу мақсатында шебер ашқан әсерісінде ол өнерлі шеберлер одағының ассоциациясының форумына жиі қатысады. 2015 оқу жылында шебер арт үйірмесі ашылып, оқушыларды қол өнер ұйымдар жасаумен қатар ұлттық тәрбиені бойына сіңіріп отырады. Оқушылар, балалар, салт дәстүріміздегі қол өнеріміздің адам айтқысыз қымбат, замандар бойы тарих жасап қалдырған асыл мұра екендігі жете түсіндіріледі. Бұрынғы ата-бабаларымыздың қол өнерін жоғалтпай ұрпаққа жалғасу екендігі түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Оқушылар жөн түзу, ойын өркендер, сонымен қатар ойын өркендердің киіміне үйлестіре отырып, облыс, республика, халықаралық деңгейде өзінің жұмыстарын көрсетіп, өздері орынға ие болып жүр. Сонымен қатар ол скиллстың тағы бағыты бойынша дала скиллстың құрам көрпе құзыреттілігі бойынша жаңалық техникалық оқытушылары белсенді қатысып, жарыстарда ол құзырет негізгі 4 модульді келіп тұрады. Бұл стайлдық құрам кескендерін жасау, құрам стайлдарын дайындап, оларды қосып тігіп және авторлардың белгілеуі бойынша жұмысты жүргізіліп, осы құрам көрпедегі ойындардың тарихын түсіне отырып, тәрбие мақсатында жұмыс жүргізіледі. Сәнді қолданбалы өнерді оқыту өмірлік қажеттілікке байланысты. Өйткені оның әсер ету саласы үздіксіз кеңейіп, қазіргі адам өмірінің алуан түрлі аспектілерін қамтиды. Халықтық сәндік қолданбалы өнердің басты ерекшеліктерінің бірі шығармашылықтың қолдан жасалуы. Халық шеберлерінің әр түрлі ерекше, ол оның жанының бір бөлігі, қолының жылуын сақтайды. Сәндік қолданбалы өнердің көркемдік принциптерімен шығармашылық әдістемесі шеберлердің өздерінің көркемдік практикасы барысында дамытады және шеберден ұрпақтан ұрпаққа беріледі. 2019 жылдан бастап сән мұратты Маңғыстау өңірінде іске асырылып,
Бірлік қолданбалы өнерді ой бөлісіп кеңейтуге, бейнелі ойлауды жандандыруға, сондай-ақ әрбір баланың жеке қабілеттерін барынша толық анықтауға мүмкіндік береді. Балаларды тәрбиелеуге халық өнері мен түрлі халық өнерінің рөлін орасан. Бұл біздің ата-бабаларымыздың бөлігі. Олардың әжет-ғұрыптары халықтың өз тарихын ұмытып кетуге жол бермейтін дәстүрлі қолөнер. Патриоттық тәрбиенің өзекті міндеті көбінесе балалардың дәстүрлі өнерге деген арқылы жүзеге өскен ұрпақты тәрбиелеу үшін халық дәстүрлеріне маңызды. Халық өнерін халық сұлулықпен жақсылық, туған жердің байлығы туралы бейнесі. Назарыңызға рахмет. Жақсы рахмет. Әріптестер, енді келесі кезекте жалпы біз негізгі мақсатымыз дауысымызды өткізудегі насихаттау жұмыстары, қандай мәселелерді насихаттау, неден бастадық, қандай дүние деген жетілдік, жалпы Жаңаөзен техникалық колледжі ұлттық салт дәстүрге бағытталған, соның ішінде ұлттық киімдерді нақыштар мен өткізу жөнінде бірнеше фестивальдарға қатысып, осыған дейін үлкен дәрістердің колледждердің бірі. Енді қазір бейне-трейлерларға көшейік. Казахская национальная одежда виртуалдық әлемдегі қазақтың ұлттық киімі, цифровой моделі. Бұл бойынша жүргізілетін Құспаева Айдана Темірғалиқызы Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің оқушы орталығының педагогы. Все школьницы с детства мечтают стать модельерами-дизайнерами. Dallas Skills в Мангостауской области стала открытой площадкой проявления мастерства в построении виртуальной одежды «Казахский национальный костюм» не только для студентов колледжа, но и для школьников 8-11 классов, которые посещают кружок компьютерного моделирования и конструирования одежды с примеркой на 3D-манекен в КГУ «Центр Школьник». Сегодня много говорится про цифровизацию в сфере легкой промышленности. Значительно растет спрос на развитие индустрии виртуальной одежды. Считаем создание виртуальной одежды казахский национальный костюм, казахский национальный платья в современном стиле быстрый и экономический инструмент продвижения отечественного бренда. Конкурсное задание Dallas Skills по компетенции казахской национальной одежды в цифровом мире состоит из 4 модулей. Модуль 1. 3D-измерение. Участнику предоставляет 3D-копия человека. Используя специальное программное обеспечение, участник производит необходимые измерения и вносит корректировки в аватар. Модуль 2. Разработка цифровых лекал. Образцы для создания цифровых лекал выбираются путем жеребьевки. Участник по параметрам, полученным в первом модуле, разрабатывает базовую основу необходимого размера и вносит коррективы, моделирует для качественной посадки изделия. Затем разрабатывает в CAD комплект лекал и делает раскладку в соответствии с заданием. Модуль 3. Создание 3D-структуры материала. Участник наиболее правдоподобно производит внешний вид материала в виртуальной среде. Для этого выбирает соответствующие показатели физико-механические свойств текстильных материалов и текстурные карты поверхности, задает отображение швов и фурнитуры. Модуль 4. Виртуальная сборка костюма. Участник выполняет сборку костюма в виртуальной среде. Для сборки используются результаты выполнения 2 и 3 модуля. Пакет виртуального костюма должен содержать все необходимые материалы. Соединение производит с соблюдением технологий производства для дополнительного формообразования. По истечении времени участник предоставляет файл симуляции костюма на 3D-манекене. Главная отличительная фишка виртуальной одежды казахский национальный костюм, казахский национальный платья в современном стиле – это осознанное потребление. Человеку хочется все время меняться. Наша задача – максимально упростить свои желания с помощью технологий. То есть сделать так, чтобы не наносили вреда окружающей среде. Цифровая одежда на 100% отвечает этим запросам. Благодаря цифровой одежде человек может лучше понимать свой собственный стиль, внедрять казахский национальный стиль в современной одежде и передавать всю красоту казахской национальной культуры современному подрастающему поколению Z.
Аякбергенова Зәуреш Елеуқызы Жаңаөзен политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы матаға қазақтың ұлттық нақыштарын қолданып көркемдеп сурет салу. Таң ажайып талантымен талайларды тамсандырған қазақ қолөнерінің қарапайым да қайталанбас түрі қиыстырып құрақ құю, одан көздің жауын алатындай өте бағалы бұйымдар жасау. Зердесінде зейіні бар адамдардың қай-қайсысы да құрақтан жасалған заттарға ойлы бетпен назар аударса, сан алуан сәнді түстердің бір-бірімен жанасын тауып, әдемілік әлемін сыйға тартқызғанын айқын аңғара алады. Ол арқылы халқымыздың құнарлы дүние танымын, эстетикалық талап салғанын, сұлулықты аңсаған іңкәр сезімін айтқызбай тұрмыз. Осылайша 2021-2022 оқу жылынан бастап World чемпионатының Маңғыстау өңірінде алғаш рет ұлттық құрақ өнері құзыреттілігі ашылды. Ұлттық құрақ құзыреттілігі 4 модульден тұрады. Бірінші, құрақ жабдықтау. Құрақ детальдарын дайындау. Үшінші, құрақты қосып тігу. Және төртінші модуль құрақты астарлау. Қазақ халқы кең байтақ елімізде қалыптасқан көне мәдениеттің тікелей мұрагері және сол дәстүрді дамытушы, жанрды байытушы, ұлттық қолөнердің үздік үлгілерін атадан балаға мұра етуші. Демек, құрақ ол келер ұрпақ тәрбиесінде баланың ой санасына жаңа заман талаптарымен үндесе тарап, ақыл-ойды асқарға, қиялды қияға жетелейтін киелі мұра. Құрақ құрау бұл нағыз өнер. Мата қалдықтарын өңдеп тігудің ерекше түрі. Бұл құрақ өнері бүкіл елге белгілі өнердің бірі болып табылады. Келесі Қорғанбаева Жұмсай Бердісайынқызы Ақтау технологиялық қызмет көрсету колледжінің арнайы пән оқытушысы матаға қазақтың ұлттық нақыштарын қолданып көркемдеп сурет салу. Компетенция «Художественная роспись на ткани» – это компетенция, демонстрирующая навыки создания и художественного оформления текстильных изделий с учетом технологических параметров. Творческое задание по компетенции «Художественная роспись на ткани» позволяет раскрыть потенциальные возможности художественной росписи на готовом изделии. Задание состоит из 4 модулей. Модуль 1. Разработка эскиза и выполнение шаблона для перенесения рисунка на ткань. Задача модуля – выполнить эскиз любыми графическими средствами на формате бумаги А4. Модуль 2. Подготовка ткани к росписи, натяжение на раму. Задача модуля – натянуть ткань на раздвижную раму для росписи. Ткань должна быть натянута равномерно, без перекосов и провисания. Модуль 3. Нанесение на ткань резервирующего состава. Задача модуля – нанести резервирующий состав на ткань в соответствии с технической бумагой. Резервные линии должны быть ровными, без капель в местах стыков. Модуль 4. Роспись красителями зарезервированных плоскостей. Задача модуля – составить необходимые оттенки из основных цветов. Выполнить заливку зарезервированных плоскостей. Заливку можно осуществлять как в один тон, так и с переходами. Художник – это не профессия, а состояние души, тесно переплетенное с талантом. Художник, так же как поэт, сюжет в себе переживает. Он оставляет в душах след. Интересные дизайны и принты привлекают людей больше, чем надоевшие однотипные модели. И поэтому мы надеемся, что юные художники на тканях в будущем станут знаменитыми дизайнерами и будут делать дизайнерские принты для тканей и одежды. Специалисты художественной росписи на ткани пользуются большим спросом на рынке труда. Онлайн жағдайда көрсетілген нәрселерді онлайнға айналдырып, сіздерге қалай өтті, оған қандай нормативтік құжаттар керек болды, жалпы конкурстар біздің облысымызда қалай дамып жатыр, осы бағыт бойынша тәжірибе бөлістік. Біздегі бағдарлама бойынша жоспарланған барлық баяндамашыларымыз және бейнекүйлерді біз толықтай жүргізілді. Егер де сіздерге осы трансляция барысында техникалық ақаулармен естімей қалған, қайта беруді сұрайтын болса,
сұрақтарыңыз бар, сіздерге сұрауға болады. Және сіздерді біз қазіргі таңда сұрақтарыңызды тыңдауға және ұсыныстарыңызды тыңдауға әзірміз. Сұрақтарыңыз бар ма? Вопрос есть, коллеги? Барлық баяндамашылар шешіліп отыр. Бейне триллерлер бойынша өткізген оқушыларымыз да осы жерде қатысып отыр. Жеке сұрақтарыңыз болса, біз тыңдауға әзірміз. Құрметті әріптестер, тағы да сәлеметсіздер ме? Құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ме? Мен Көсембаева Жанна Серікқызы боламын. Қостанай облысы номер 15-ші балабақшаның меңгерушісі. Жаңа айтып кеттім, оның алдында 15 жылдай әдіскер болып істеген. Сол бір балабақшада 2 жыл бойы меңгеруші саласында жұмыс істеп жатырмын. Енді жалпы бүгінгі республикалық Baby Skills'да Әріптестер, қазір таңда сіздің даусыңыз естіліп тұр. Қазір әріптесіміз Қостанай облысынан тікелей келген сөйлеп жатыр. Сол кісіні тыңдап болайық. Сосын сізді тыңдауға әзір. Ең біріншіден Маңғыстау облысына, Қостанай облысынан жалынды сәлем. Қарсы алып жатқандарыңызға өте ризамын, алғысым шексіз. Кешеден бері қауымды барлығын сұрап қалай жеттіңіз, жалпы Маңғыстау облысында қандай сондай қызықты орындар бар екендерін айтып кеттіңіздер. Ағайға алғысым шексіз. Енді жалпы тәжірибемен бөлісу деп отырмыз ғой, енді еркін микрофон деген сияқты, Baby Skills, Dala Skills дегенде мен бірінші Маңғыстау облысынан көріп, естіп, сезіп оны жалпы өзіме жұмыс барысына алатын теориялық, практикалық база өте көп екен. Енді өзім жалпы балабақшаның саласында жұмыс істегеніне байланысты мен балабақшаның енді сондай жұмыс іс-әрекеттерін, іс-қимылдарын, іс-әрекеттерін жалпы қарастырып отырмын. Енді өте көп политехникалық колледждар, жалпы тағы басқа колледждар сондай балабақшамен, мектептермен, қосымша білім беретін доп образованиемен өте тығыз байланыста екенсіздер. Ол өте сондай қазіргі уақытта профориентация дейміз ғой, баланы мектеп дейінгі жастағы балаға осындай тақырыпты енгізуге ол өте сондай өзекті бүгінгі таңдағы сондай тақырып. Сіздер осы тақырыпты қорықпай деп, қолдарыңызға алып, оны практикаға жатқандарыңыз өте ризамын. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе біздің 19 ғасырдан келе жатқан өзіміздің қазақ ұлтымыздың ұрпағын